Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте нәзік әрі ерекше әрі дәмді болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз және шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Міндетті түрде жұмыртқаның сарысын салуымыз қажет. Біркелкі болғанша шекеріміз ерігенше араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Електен өткізілген ұнымызды және 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Кішкене венчикпен араластырып алып, ары қарай қолымызбен біріктіретін боламыз. Қамыр илеудің қажеті жоқ. Видеода көрсетілгендей түйіршіктер шығуы қажет. Бір-бірімен біріксе болғаны. Бөлек ыдысқа жұмыртқамыздың ағуызымен шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде миксермен жасауымыз қажет. Міне осылай болып көпіргенше миксерлейміз және оның үстіне қаймағымызды салып, кішкене ұнымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Барлығы біріккенше миксерлейміз. Осындай болып шығады. Енді табамызға дайындап қойған массамызды салып, қалған бөлігін үстіңгі бөлігіне салуға алып қаламыз. Мен осындай бокалмен басып шықтым тегістеп. Сіздер де бокалмен немесе бокалға ұқсас затпен үстін басып тегістеп шығамыз. Тегістеп алып, үстіне дайындап қойған қаймақты массамызды құямыз. Және жаңа алып қалған крошкаларымызды бетіне сеуіп шығатын боламыз. Видеодағыдай сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут салып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, және жасалу жолы өте оңай. Пирогымыз пісіп шықты, өте дәмді болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда тағы рецепттер көп болады. Астарыңыз дәмді болсын.